Екі құрбы бір еркекке ғашық болса, соңы не болады? Бүгін назарларыңызға өте қызық кореялық толықметражды фильммен таныстырайын. 20 ғасырдағы 30 жыл бас кейіпкер қызы Кисен, оның құрбысы бар, екеуі бірге әнші болуды, ән айтуды армандайды. Бір күні қыздар танымал ән авторымен кездесіп қалады. Ол жігіт өте танымал, талантты, әрі өте сымбатты. Сонымен екі қыз да бірдей ғашық болып қалады. Дегенмен де бас кейіпкер қызбен бірге Хан Кержу оны соңынан сол екеуі үлкен махаббат болып кездесіп жүреді. Бір күні дәл осы жігіт ән авторы жаңағы бас кейіпкер қыздың құрбысын көріп қалады да құрбысының дауысын естиді де соның дауысына ғашық болып қалады. Ғашық болғаны сонша оған түрлі әндер жазып береді. Ал ол қыз әрине сол әндерді орындайды, танымал айналады, танымал болады. Ал құрбысы не істейді? Құрбысы әрине көре алмайды. Құрбысын да көре алмайды, жігітінің бұл опасыздығын да кешіре алмайды. Қалай болады соңы? Оны фильмнен көре аласыздар. Бұл фильмде махаббат та, трагедия да, сатқындық та бар. Фильмнің аты «Любовь, ложь».